Оқу фильмдерін жасау арқылы білім беруді жетілдіру дегеніміз не? Қайырлы күн, мен аты жөнім Асқар Батырханов. Мен сіздерге білім вижн, яғни оқу фильмдерін жасау арқылы білім беруді жетілдіру жобасын ұсынамын. Қазіргі заман студенті экран дәуірінің өкілі. Ол мәтіннен гөрі бейне, визуал және интерактивті форматта ақпаратты жылдам қабылдайды. Сондықтан жастарға білім берудің тиімді жолдарын іздестірсек, оқу фильмдер арқылы заман талабына сай тиімді және қызықты әдісін кеңінен пайдалануымыз қажет. Басқа сөзбен айтқанда, бейне арқылы сөйлеуді меңгеруіміз керек. Бұл жобаның басты идеясы оқушыларға дайын материалдарды ұсынуды тоқтатып, студенттердің өздерінің оқу фильмдерін жасауға белсенді қатыстыру. Сонда бұл жоба тек білім беру емес, сонымен қатар шығармашылық, продюсерлік және командалық қабілеттерді дамытатын тәжірибелік бағдарламаға айналады. Мен жобамның атауы мен тұжырымдамасы да осы. Студент тек тұтынушы емес, білім жасаушы идеясын көрсетуі тиіс. Жобаның мақсаты әртүрлі пәндер бойынша оқу фильмдерін жасау, оқу процесін көрнекті, қызықты және заманауи ету. Жобаның мәні біз Gemini, Grok, Blender, Runway сияқты арнайы бағдарламаларды пайдаланамыз. Олардың көмегімен суреттерді жандандыруға, үш өлшемді модельдер мен анимациялар жасауға, кәсіби дыбыстық сүйемелдеу мен көркем эффектілер қосуға болады. Осылайша кәдімгі дәріс қысқа әрі есте қаларлық оқу фильміне айналады. Жобаның ерекшелігі: егер студенттердің өздері оқу фильмдерін жасауға қатысса, онда олар жай ғана тыңдап қоймай, тақырыпты терең зерттеп, мазмұнын толық түсінуге тырысады. Сол арқылы айтқандай, бір оқпен екі қоян атып, біріншіден студенттер пәнді терең меңгереді. Екіншіден шығармашылық және техникалық дағдыларын дамытады. Бұл тәсіл оқуды пассивті емес, белсенді және шығармашылық процеске айналдырады. Жобаның өзектілігі: қазір білім беруді жай ғана айту жеткіліксіз, көрсету қажет. Оқу фильмі күрделі тақырыптарды көрнекі көрсетіп, студенттің қызығушылығын арттырады және материалдарды есте сақтауды жеңілдетеді. Сонымен қатар, дайындалған бейне материалдарды жыл сайын қайта қолдануға болады. Бұл тұрақты оқу базасын қалыптастырады. Жобаны іске асыру үшін көп қаражат керек емес. Компьютер, микрофон және бірнеше бағдарламалар жеткілікті. Негізгі шығындар бағдарламалық жазылымдар мен қарапайым жабдықтар. Болашақта бұл жобаны монетизациялауға болады. Басқа оқу орындар бейнероликтер жасап беру немесе онлайн курстар үшін оқу фильмдерін дайындау. Күтілетін нәтиже: негізгі пәндер бойынша оқу фильмдер сериясы жасалады. Оқытушылар мен студенттер медиа жасау технологиясын меңгереді. Студенттердің қызығушылығы мен білім сапасын арттырады. Қорытынды: оқу фильмдерін жасау арқылы білім беру жобасы бұл жай ғана техникалық жоба емес. Бұл жаңа форматтағы білім беру бағыты. Ол теорияны, практиканы және шығармашылықты біріктіреді. Ең бастысы, студентті жай ғана тыңдаушы емес, білім жасаушы тұлғаға айналдырады. Назарларыңызға рахмет.